Адамның тамақтануы денсаулыққа үлкен із қалдырады. Егер мәзір витаминдерге бай болса, теңдестірілген болса, бұл орган мен жүйелердің дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Тамақтану тыныс алу жүйесіне үлкен әсер етеді. Ауыр жағдай туындамас үшін, өкпе дұрыс орналасу үшін сіз диетада қандай тағамдар болу керек екенін білу керексіз. Ең алдымен адамның өкпесі барлық токсиндер мен уларды оңай сіңіретін атап өткен жөн. Сондықтан мезгіл-мезгіл бұл органды тазарту, тыныс алу жүйесінің күйіне оң әсер ететін түрлі денсаулық сақтау процедураларын жүргізу ұсынылады. Темекі түтінінен сондай-ақ қорғану сияқты жағымсыз әсерлерді азайту маңызды. Өкпенің денсаулығын сақтау үшін сіздің диетаңызға әртүрлі тәсілдермен, бірақ мүшенің күйіне өте жағымды әсер ететін бірқатар тағамдар қосқан жөн. Өкпеге пайдалы 5 тағам. Зімбір – бұл дәмдеуіш негізінен адам ағзасына емдік әсер етеді. Мәселен, мысалы зімбір керемет қызады және иммундық жүйені нығайтады. Бұл өнімде инфекциялық аурулармен, соның ішінде өкпеге әсер ететін аурулармен күресуге көмектесетін пайдалы фитонцидтер бар. Сонымен қатар зімбір тыныс алудың керемет құралы. Дәмдеуіш токсиндер мен улардың кетуін ынталандырады. Зімбір экологиялық қолайсыз жерлерде тұратын адамдардың рационында болуы керек. Бұл темекі шегетіндерге және зиянды жұмыс істейтіндерге пайдалы. Сәбіздің өкпеге тигізетін пайдасы көптеген адамдар білетін шығар. Бұл көкөністің құрамында бета-каротин бар. Ол дененің тіндерін сау ұстауға көмектеседі. Сәбіз өкпе жасушаларын жаңартады, олардың жұмысын жақсартады. Цитрус жемісі – мандарин, грейпфрут, лимон, апельсин. Бұл жемістердің барлығы тыныс алу жүйесіне өте пайдалы. Олар өкпені тазартуға көмектеседі. Сонымен қатар цитрус жемістері бактериялармен және вирустармен күресуге көмектеседі. Және аурудың жай-күйінің дамуына жол бермейді. Мұндай тағамдар С витаминінің керемет көзі болып табылады. Ол иммундық жүйені ынталандырады және бұл суықтың, бронхиттің және тұмаудың алдын алуға көмектеседі. Әртүрлі жидектер, әсіресе қара жидектер, өкпені күшейтетін көптеген антиоксиданттар мен басқа пайдалы заттардан тұрады. Дәрігерлер жидектердің өкпеге тигізетін пайдасы орасан зор. Өйткені олар туберкулез бен қатерлі ісік ауруларының дамуына жол бермейді. Ең пайдалы жидектердің арасында таңқурай, бүлдірген бар. Бал. Бұл нәзіктік өкпені керемет күшейтеді, оларды тазартады. Балды жөтелген кезде қақырықты тез кетіру үшін қолдану пайдалы. Бұл өнім сау тыныс алу жүйесіне қажетті дәрумендер мен қоректік заттармен оралған. Бал сүт өнімдерімен бірге қолданғанда өкпеге ерекше жағымды әсер етуі мүмкін. Олар адамның тамақтануында тыныс алу мүшелерінің денсаулығын сақтау үшін өте қажет. Сіздермен болған Олжан. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.